Үндістанда жыл сайынғы фестиваль кезінде сәбилер неге шатырдан лақтырылады? Қазақ контентін қолдау мақсатында менің арнама жазылып, қызықты видеоларды тамашалай аласыздар. Үндістанда жыл сайын желтоқсан айының басында Карнатака штатында діни фестиваль кезінде сәбилерді жергілікті ғибадатхананың төбесінен лақтырып жібереді. Батыс мәдениетінің өкілдері мұндай шараға келген туристер бұл әдет-ғұрыпқа таң қалып, бұл туралы бүкіл әлемге айтып берді. Өркениетті деп аталатын елдерде бұл оқиға үлкен шу тудырды. Не болып жатқанын объективті түрде түсінбей, индустарды варварлар деп айыптау ақымақтық болар еді. Индуизм күрделі және түсініксіз дін. Олар балаларды бір себеппен, яғни көңіл көтеру үшін немесе қандай да бір жаман ниетпен биіктіктен лақтырмайды. Индустар егер бала белгілі бір құдайға арналған белгілі бір күні ғибадатхананың төбесінен лақтырылған болса, ол өмір бойы жоғары күштердің қорғауы мен қамқорлығын алады деп санайды. Бұл салт кем дегенде 5 ғасыр бойы қолданылып келеді. Индуизмді зерттелуі өте қиын дін. Шындығында тіпті университеттерде осы пәнді оқытатын профессорлар үнді құдайларының бүкіл иерархиясын жақсы түсінбейді. Сәбилерді биіктен лақтыру соншалықты қорқынышты дәстүр емес. Шындығында рәсімге қарайтын болсақ, онда нәресте үшін ешқандай айуандық немесе тіпті қауіпті ештеңе жоқ екені анық болады. Кем дегенде бүгінгі күнге дейін мұндай процедура кезінде баланың өлімі немесе жарақат алу фактісі жоқ. Бұл әр ғибадатханада жыл сайын бірнеше жүздеген бала бастама рәсімнен өтетініне қарамастан. Бір қарағанда бәрі өздігінен болып жатыр деп ойлауымыз мүмкін. Ғибадатхананың жанында жиналған сенушілердің тобы шулап, ән айтып билеп жатыр. Рәсімнің басты кейіпкері діни қызметкер ғибадатхананың балконына шамамен 15 метр биіктікке көтеріледі. Баланың ата-анасы баласын көпшілікке береді, және олар оны қолдан қолға бере бастайды. Ақырында балконға шығады. Балконның астында 14 күшті ер адам кішкентай бала қонатын созылған кенепті, яғни тығыз материалдың бір бөлігін ұстап тұрады. Діни қызметкер баланы қолдары мен аяқтарын алып, оны биіктіктен созылған кенептің ортасына мұқият лақтырады. Нәрестенің ауада айналуға да уақыты жоқ, және кенепке, яғни матаға арқасымен құлап түседі. Осы кезде баланы арнайы тағайындалған адам ұстап алып, сәбиді де қолдан қолға жіберіп, бақта ата-анасына тапсырады. Бастау рәсімін орындалды деп санауға болады. Ата-аналар баласын құдайлардың рахымы мен өмір бойы қорғауында қамтамасыз ете алғандарына қуанышты. Көріп отырғандарыңыздай, нәрестелерді биіктіктен лақтыру процедурасы іс жүзінде қауіпсіз. Сонымен қатар рәсімге осы мерекелер арасында дүниеге келген балалар ғана қатыса алады. Олардың жасы 1 жылдан аспайды. Мұндай баланың салмағы көп емес. Оның жай ғана созылған матадан өтіп, жарақат алу мүмкіндігі жоқ. Қасиетті рәсімді тек оқытылған және тексерілген адамдар ғана жасайды. Осы видео ұнаса лайк басып және арнама жазылып, мені қолдасаңыз алғысым шексіз қадірменді көрермен. Менің арнамнан алда осындай қызықты және таңғаларлық видеороликтерді тамашалайсыздар. Сіздермен болған Арай Факт арнасы.